YouTube'да дәл осындай канал ашсаңыз, ақша табуға болады. Сәлем достар, сіздердің араларыңызда YouTube'да ақша тапқым келеді, бірақ камераға шыққым келмейді. Монтаж жасауды білмеймін, қымбат техникам жоқ деп ойлайтын адамдар өте көп екенін білемін. Тіпті кейбір адамдар маған Мұртаза жүзімді көрсетпей YouTube'да ақша табуға бола ма деп жазады. Жауап: иә, болады. Тіпті дәл қазір миллиондаған қаралым жинап жатқан жүзін көрсетпейтін мыңдаған канал бар. Бүгін мен сондай каналдардың бірнешеуін көрсетемін. Бірақ бұл видеоны басқалардан ерекшелендіретін нәрсе, мен сіздерге жай ғана мына канал көшіріп алыңыз деп айтпаймын. Жоқ, өйткені дәл солай істейтін адамдардың 90%-ы кейін бұл жұмыс істемейді екен деп кетіп қалады. Неге? Өйткені олар каналды көшіреді, бірақ оның логикасын түсінбейді. Ал YouTube'да жеңетін нәрсе идея емес, орындау тәсілі. Сондықтан біз бүгін әр каналды бірге талдаймыз. Неге дәл осы каналдар өсіп жатыр? Мысалы, қазір екінші экранымды ашып алайын. Мысалға, дәл осы каналдар неге өсіп жатыр? Неге адамдар оны қарайды? Неге YouTube оны ұсынып жатыр? Осының бәрін бірге түсінеміз. Бір нәрсені алдын ала айтып қояйын. Бұл видеода көрсетілген кейбір каналдар бір жылдың ішінде немесе ондаған миллион қаралым жинаған, кейбіреуі бірнеше айдың ішінде жүздеген мың жазылушы жинаған, тіпті бір видеомен бірнеше миллион теңге тапқан каналдар бар. Ең қызығы, олардың көпшілігі жалғыз адам жасай алады. Қымбат камерасыз, қымбат студиясыз, үлкен командасыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені соңында осындай каналдарды өзіңіз қалай табуға болатынын да көрсетемін. Кеттік. Алғашқы каналды ашайық. Біріншісі Spinosnack. Алғашқы каналды көргенде мені таң қалдыратын нәрсе қаралым емес. Мені таң қалдырған нәрсе осындай қарапайым видеолардың соншалықты үлкен нәтиже беруі. Қараңыздар. Бұл канал 1,5 жыл бұрын ашылған. Барлығы шамамен 254 видео шығарған. Жалпы қаралымы 102 миллионнан асып кеткен. Қайталап айтайын, 102 миллион қаралым. Енді ойланып көріңіз, бір жылдың ішінде 254 видео кетті ғой мынаусы. Бұл үлкен көрсеткіш. Бірақ мені қызықтыратын тағы бір нәрсе болды. Бұл канал тек шортсты ғана салмайды. Шортсы да бар, үлкен видеосы, ұзын видеосы да бар. Ал ұзын видеолардың табысы мүлде басқа. Өйткені ұзын видеода көрермен көбірек уақыт өткізеді. Жарнама көбірек көрсетіледі. CPM жоғары болады. Әсіресе ақш, Канада, Ұлыбритания сияқты елдерден қаралым келсе, мұндай каналдардың табысы өте жоғары болуы мүмкін. Енді видеоларын қарайық. Мысалға, мына видеосын ашайық. Ішінде бір суреттер. Мұндай видеоны көргенде көп адам, мына жерде қазір видеоны ашпаймын, авторский правоның несі бойынша. Осымен де миллион қаралым жинауға бола ма? Болады. Өйткені ішінде ерекше ештеңе жоқ, қымбат графика жоқ, күрделі монтаж жоқ, Голливуд деңгейіндегі анимация да жоқ. Бірақ қаралым бар. Неге? Өйткені олар күрделі видео жасауға емес, көрерменнің қызығушылығын оятуға жұмыс істейді. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Көп адам осы жерде қателеседі. Қазір кейбіреулер онда мен дәл осы каналды көшіріп аламын деп ойлауы мүмкін. Жоқ, мен сіздерге дәл осыны істеңіз деп отырған жоқпын. Себебі дәл осы видеоны ертең дәл сондай етіп шығарсаңыз, міндетті түрде нәтиже болады деген сөз емес. Өйткені YouTube көшірмен емес, құндылықты жақсы көреді. Сізге мына нәрсені көшіру керек, форматты. Осындай видеолардың ұсыну тәсілін, оқиға құру стилін, ал тақырыпты өзіңіз таңдайсыз. Міне айырмашылық осы жерде. Бұл каналдан алатын сабақ, осы канал маған тағы бір нәрсені дәлелдеді. YouTube'да үлкен нәтиже көрсету үшін міндетті түрде ерекше монтаж жасаудың қажеті жоқ. Бірақ міндетті түрде қымбат камера алудың да қажеті жоқ. Ең маңыздысы адамдарды қызықтыратын тақырып, жақсы сценарий және видеоны дұрыс ұсыну. Осы үшеуі болса, қалғанын бәрін кейінде жақсартуға болады. Енді келесі каналға өтейік. Менің ойымша дәл осы келесі канал көп адамға одан да қызық болады. Өйткені оның қаралымы ғана емес, табысы да өте жоғары. Және оны жасау бұдан да оңай. Шынын айтсам, осы каналды көргенде мен бір нәрсені түсіндім. Көп адамдар YouTube'да ең маңыздысы монтаж деп ойлайды. Біреу After Effects үйреніп жүр, біреу Premiere Pro'ны толық меңгеруге тырысып жүр, біреу қымбат компьютер алып жатыр. Бірақ кейде миллиондаған қаралым жинау үшін осының ешқайсысы да қажет емес. Қазір көрсететін канал осының дәлелі. Қараңыздар. Канал 6-7 ай бұрын ашылған. Бар болғаны бірнеше видео. 2 миллион. Енді ойланып көріңізші, қаралымы 2 миллион. Асып кеткен 2 миллион. 2 миллион 600 мың, мысалы мына жерде. Бір ғана видеода. Мен қазір нақты қанша ақша тапқанын айта алмаймын, өйткені CPM әр елде әртүрлі. Бірақ мына нәрсені сенімді түрде айтуға болады. Егер бұл видео ақш, Канада немесе Ұлыбритания сияқты елдерден жақсы қаралған болса, бір ғана видеоның табысы Қазақстандағы көптеген адамдардың бірнеше жылдық табысынан көп болуы мүмкін. Ең қызығы, ол видеоны жасау өте оңай. Осындай видеоның күші неде? Көп адам мына жерге мән бермейді. Ол визуалға қарайды. Ал YouTube мүлде
мүлде басқа нәрсеге қарайды. Бұл видеодағы басты күш оқиға. Иә, дәл сол оқиға. Видеода қандай сурет қолдандың, 3D қолдандың ба, сток видео қолдандың ба, анимация қолдандың ба, бұның барлығы екінші орында. Бірінші орында көрерменді қызықтыратын оқиға. Егер оқиға қызық болса, адам суретке емес, әңгімеге байланып қалады. Сол себепті кейбір каналдар қарапайым суреттермен миллиондаған қаралым жинайды. Ал кейбіреулер өте қымбат монтаж жасап, мыңда қаралым жинай алмайды. Енді көптеген адамның басында бір сұрақ пайда болады. Жарайды, осындай сценарийді қайдан табамыз? Күнде жаңа идеяны қайдан аламыз? Күнде жаңа оқиғаны қайлау ойлап табамыз? Шынын айтсам, бұрын бұл өте қиын болатын. Бірақ қазір YouTube'тың өзі саған көмектеседі. Қазір бір нәрсені нақты жасап көрсетем, бірақ бұл нәрсені көп адам қолдана бермейді. Бірақ өте пайдалы. Мысалы, сізге бір видео ұнады делік. Мысалға, ашайық мынаны тоқтатам, реклама кетіп жатыр астында. Осы жерге астына қарай өтесіз, транскрипт деген бөлім бар. Транскриптті көрсету. Міне, жаныңызда болды. Транскриптің барлығын аласыз, полный көшіріп аласыз. Мысалға, транскриптті көшірдік. Мысалға, кез келген не болсын, жасанды интеллект. Мысалға, Gemini. Осы жерге қоясыз, астына түсіресіз да. Мен Gemini'ді басқаша қолданамын мен. Транскриптті көшіріп алам, сосын ChatGPT-ға, немесе Cloud-ға болсын, Gemini-ға болсын, мына нәрсені жазам. Осы видеоны талда, неге адамдар соңына дейін көргенін түсіндір. Осыған ұқсас, бірақ басқа мысалдармен жаңа сценарий жаз. Enter. YouTube үшін ең маңыздысы не? Көп адам әлі күнге дейін былай ойлайды. Мәнді Gemini-ға жазса, мәтінді YouTube монетизация бермейді. Бұл толық дұрыс емес. YouTube Gemini-ға қарамайды. YouTube көрерменге қарайды. Мысалы, егер дәл қазір мен осы видеоны өзім жазсам, немесе редакторыма басқа біреуге ақшаға жаздырсам, немесе Gemini көмектессе, YouTube оны қайдан біледі? Білмейді. Оған бәрібір. Оған маңыздысы көрермен видеоны көрді ма, ұнады ма, соңына дейін қарады ма, пікір жазды ма, басқа адамдарға ұсынуға тұра ма. Міне, YouTube қарайтын негізгі көрсеткіштер осы. Дегенмен бір нәрсені міндетті түрде жасар едім. Gemini жазған мәтінді сол күйінде оқымас едім. Неге? Өйткені жасанды интеллект мәтіндерінің бір кемшілігі бар. Олар өте робот сияқты сөйлейді. Ал көрермен оны бірден сезеді. Сондықтан міндетті түрде мәтінді өз сөзіңізбен өзгертіңіз. Мысалыңызды қосыңыз, өз ойыңызды қосыңыз. Қажет болса кейбір жерін қысқартыңыз, кейбір жерін ұзартыңыз. Сонда ғана мәтін тірі болады. Тарих каналдарын ойлап көріңіз. Мен сіздерге бір мысал айтайын. YouTube'да мыңдаған тарих каналы бар. Бәрі бір оқиғаны айтады. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыс. Барлығы бір тарихты айтып отыр. Бірақ біреуінен миллион адам қарайды да, біреуін 1000 адам ғана көреді. Неге? Өйткені ақпарат бірдей, бірақ жеткізу тәсілі әртүрлі. Біреу қызықтырады, біреу жалықтырады. YouTube дәл осы айырмашылықты көреді. Сондықтан көшіріп алудан қорықпаңыз. Көшіріп қоюдан қорқыңыз. Бұл екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Енді сценарий дайын болды. Мына жерде сценарийіміз дайын. Енді келесі қадамға өтеміз. Бұл жерде адамдар тағы бір сұрақ қояды. Дауысты қайдан аламыз? Gemini жазған сценарий жазды саған. Енді кім оқиды? Менің жауабым өте қарапайым. Мүмкіндік болса міндетті түрде өз дауысыңызды қолданыңыз. Иә, бетіңізді көрсетпесеңіз де болады, бірақ дауысыңыз сіздің брендіңізге айналады. Көп адам ойлайды, менің дауысым әдемі емес, мен диктор емеспін, акцентім бар. Шынын айтсам, көрерменнің оған бәрібір. Көрерменге табиғилық маңызды. Қазір YouTube'да миллиондаған қаралым жинап жүрген каналдардың көбінде кәсіби диктор жоқ. Кәдімгі адамдар сөйлеп отыр. Бірақ олар әңгімені жақсы жеткізеді. Ал бұл әлде қайда маңызды. Жасанды интеллект дауысын қолдануға бола ма? Егер өз дауысыңызды қолданғыңыз келмесе, жасанды интеллект қолдануға болады. Бірақ бір шартпен. Қазір көп адамның жіберетін қатесі дайын жасанды интеллект дауысын алып, ештеңе өзгертпей қолданады. Нәтижесінде барлық видеолар бірдей естіледі. Көрермен де оны сезеді. YouTube'да ондай видеоларды ерекше деп қабылдамайды. Мен не істер едім? Жасанды интеллект қолданатын болсам, өз дауысымды клондар едім. Қазір оған мүмкіндік беретін құралдар өте көп. Сонда каналдың өзіне тән стилі қалыптасады. Өйткені бренд тек логотип емес. Бренд сіздің ойлау мәнеріңіз, сөйлеу мәнеріңіз, дауысыңыз, әңгімелеу тәсіліңіз. YouTube неге қарайды? Көп адам әлі күнге дейін жасанды интеллект қолданса монетизация жабылып қалады деп қорқады. Бұл дұрыс емес. YouTube жасанды интеллектті жазаламайды. YouTube сапасыз контентті жазалайды. Бұл екеуін шатастырмаңыз. Егер сіздің видеода адам еңбегі болса, өз ойыңыз болса, сценарийіңіз жақсы болса, көрермен соңына дейін қарап отырса, онда YouTube үшін айырмашылығы жоқ. Оған маңыздысы көрерменнің тәжірибесі. Енді келесі нишаға өтейік. Қаралым, енді осы каналым маған ерекше ұнады. Неге? Өйткені бұл нишаны кез келген адам бастай алады. Тіпті үйде отырған адамда. Үлкен студия керек емес, қымбат техника керек емес, кәсіби монтажшы керек емес. Үй шаруасындағы адамдар үшін де, мысалы, күшті ниша. Мына канал қараңыз, бар болғаны 59 видео, 19 миллионнан асып кеткен қаралымы. Міне ашып көріңіз информациясын. 2024-те ашылған 59 видео, 19 миллионнан асып кеткен қаралымы. Бір қарағанда видеолар өте қарапайым көрінеді. Қол өнер, тоқу, түрлі бұйымдар жасау, бірақ олардың бір нәрсені өте дұрыс жасаған байқайсыз. Мұнда бәрін шешетін нәрсе обложка. Көп адам видеоны көрмей тұрып шешім қабылдайды. Ол неге байланысты? Обложкаға байланысты. Мысалы, осы каналдың видеоларына қарасаңыз, бір жіп, мысалы
мысалы бір зат, бірнеше зат мысалы қойып қойған. Обложканы көрген адам бірден мұны қалай жасаған деп қызығады. Яғни олар қызығушылық тудырып тұр. Ал қызығушылық бар жерде басу болады. Басу болған жерде қаралым болады. Сондықтан кейде видеоны емес, алдымен обложканы жасауды үйрену керек. Осындай ниша Қазақстанда жүре ма? Менің ойымша әбден жүреді. Тек дәл көшірме жасау керек емес. Мысалы, ұлттық қолөнер, киізден бұйым жасау, тоқу, үй декоры, лайфхак жобалары, ас үйге арналған лайфхактар. Осылардың барлығы көрермен жинай алады. Әсіресе халықаралық аудиторияға бағытталса. Мен неге ақша туралы көп айтамын? Осы жерде бір нәрсені айтып өткім келеді. Кей пікірлерде сен ақша туралы көп айтасың деп жазады. Иә, өйткені бұл арнаның негізгі тақырыбы YouTube арқылы ақша табу. Егер мен сізге канал көрсетіп отырып, оның қанша табыс табуы мүмкін екенін айтпасам, онда бұл талдау толық болмайды. Өйткені сіздің де мақсатыңыз қаралым ғана емес, сол қаралымды табысқа айналдыру. Сондықтан мен әр каналды қарастырғанда тек қанша қаралым жинады деп емес, неге қанша ақша тауып жатыр деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Өйткені YouTube жай ғана хобби емес. Оны дұрыс жүргізсеңіз, бұл нағыз бизнеске айналады. Дегенмен бір нәрсені ұмытпаңыз, көрермен ақша үшін түсірілген видеоны бірден сезеді. Ал құндылық үшін түсірілген нәрсені оны да сезеді. Сондықтан бірінші орынға әрқашан көрерменнің мәселесін шешуді қойыңыз. Ақша соның артынан келеді. Ал енді келесі каналды көрген кезде, мына каналды қарай. Шынын айтсам, мен өзімді таң қалдым. 1,5 жылдың ішінде 290 мың жазылушы. Мына ақпаратын көрейік, астында. 1,5 жыл болған, 2024-дің 23 сәуірінде ашылған. 169 канал, видео салған, 290 мың жазылушы. Ешқандай күрделі студия жоқ, ешқандай ерекше монтаж жоқ, бірақ қаралымдары өте жоғары. Ең қызығы, бұл каналдың иесі камераның алдында өзі шығады. Және дәл сол осы жерде көптеген адам жіберетін үлкен қателік туралы сөйлесеміз. Бәріне арналмаған. Бірақ кімге арналған бірден айтайын. Егер сіз мен камераға шығуға дайынмын, өзімді көрсетуден қорықпаймын, жеке бренд қалыптастырғым келеді деп ойласаңыз, онда бұл нишаға міндетті түрде назар аударыңыз. Қараңыздар, бұл канал 1,5 жыл бұрын ғана ашылған. Бүгінгі күні 290 мыңнан астам жазылушысы бар. Қаралымы 69 миллион. Қазір бір қарап жүрейік, сіздерге көрсетіп жібере салайын. 69 миллион 300 мың просмотр. Бұл үлкен нәтиже. Бірақ мені таңғалдырған нәрсе басқа. Көп адам миллиондаған қаралым жинау үшін кәсіби студия керек деп ойлайды. Жоқ. Осы каналды қараңыз. Қымбат студия жоқ, кино деңгейіндегі түсірілім жоқ, motion graphics жоқ, 3D анимация жоқ, ерекше эффектілер де жоқ. Бірақ адамдар миллиондап қарап отыр. 5 миллион, ең соңғы видеолар, мысалы 3 ай бұрын салған 5 миллион қаралды. Неге? Өйткені олар техниканы емес, адамды қарап отыр. Адам әрқашан адамға қызығады. YouTube'да бір нәрсе ешқашан өзгермейді. Адамдарды жақсы көреді. Егер сіз қызықты сөйлей алсаңыз, эмоция бере алсаңыз, шынайы бола алсаңыз, онда сізге Голливуд деңгейіндегі монтаждың қажеті жоқ. Көп жағдайда табиғилық әлдеқайда жұмыс істейді. Неге мұндай каналдар тез өседі? Өйткені көрермен каналмен емес, автормен байланыса бастайды. Ертең жаңа видео шықса, олар тақырып үшін емес, сіз үшін келеді. Міне жеке брендтің күші осы. Сондықтан егер камерадан қорықпайтын болсаңыз, бұл бағытты міндетті түрде қарастырыңыз. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Көп адам ойлайды, камераға шықсам болды. Жоқ, камераға шығу бұл артықшылық. Бірақ ол жалғыз өзі жеткіліксіз. Көрерменге қызық болмайтын әңгімені ең қымбат камерада құтқара алмайды. Ал қызықты әңгімені телефонмен де түсіре аласыз. Сондықтан бірінші орында контент, екінші орында сіздің тұлғаңыз. Үшінші орында ғана техника. Көп адам осы үшеуінің орнын ауыстырып алады. Енді келесі каналға қарайық. Мына жерге ашайын. Бұл каналдың статистикасы да өте қызық. Бар болғаны 10 ай. Мына жерде бір басайық. 2025-тің 24 тамыз күні ашылған. 88 видео, 41 миллион қаралым. Қайта айтайын. 10 ай, 88 видео, 41 миллион қаралым. Мен неге үнемі ақша туралы көп айтамын? Осы жерде тағы бір нәрсені түсіндіргім келеді. Кейде пікірлерде ақша туралы көп айтасыз деп жазады. Иә, айтамын. Өйткені осы арнаны көріп отырған адамдардың көпшілігінің мақсаты YouTube арқылы ақша табу. Сіздер маған қандай ниша таңдаймын, монетизация қалай ашылады, қалай ақша табамын деген сұрақтармен келесіздер. Сондықтан мен тек мына канал жақсы екен деп өте алмаймын. Мен сізге оның потенциалын көрсетуім керек. Өйткені мотивацияны нақты цифр береді. Мысалы, егер дәл қазір осы канал сіздікі болса, менің ойымша осы уақытқа дейін тапқан табысына жақсы көлік, тіпті кей елден бір үй алуға да жетеді. Және бұл әлі басы ғана. Өйткені YouTube'да ең қызығы ескі видеолардың жұмысын жалғастыра беруі. Бүгін салған видеоңыз келесі айда да ақша келеді. Келесі жылы да ақша келуі мүмкін. Дәл сондықтан YouTube басқа платформалардан ерекшеленеді. Ал енді көрсететін каналым маған ерекше ұнады бұл каналда. Өйткені оны бүгін кешке бастап кетуге болады. Ешқандай ерекше дайындықтың қажеті жоқ. Естеріңізде ме? Бұрын біз жоғарыда айтып кеттім ғой, транскрипт туралы айттым. Gemini'ға көшіріп тастадық. Сценарий қалай жазуға болатынын алатынын айттық. Міне, бұл канал дәл сол жүйемен жұмыс істейді. Канал ашылғанына 8 ай ғана болған. 8 ай ғана болған. Автордың беті көрінбейді.
өзін ешкім танымайды, бірақ бір нәрсені өте жақсы жасайды. Оқиғаны әдемі жеткізеді. Қандай тақырып? Бұл жерде әскери техника, әскери ұшақтар, танктер, әскери операциялар, қару-жарақтың тарихы, әскери технология. Бірақ адамдар техниканың өзін емес, сол техниканың тарихын тыңдайды. Міне айырмашылығы осы жерде. Неге бұл жұмыс істейді? Өйткені адамдар фактілерді емес, оқиғаны есте сақтайды. Егер сіз мына ұшақтың жылдамдығы осындай деп айтсаңыз, бірнеше секундтан кейін ұмытады. Ал егер осы ұшақ бір соғыстың тағдырын өзгерткен деп бастасаңыз, көрермен соңына дейін көреді. Міне сценарийдің күші осы. Бұл канал бізге тағы бір нәрсені үйретеді. Сіз YouTube'да эксперт болуыңыз міндетті емес, бірақ жақсы зерттеу жасау білуіңіз керек. Ақпаратты қызықты жеткізе білуіңіз керек. Сол кезде кез келген тақырып қызықты болып кетеді. Ал енді келесі канал Crane Capital мені ең қатты таңғалдырған каналдардың бірі. Өйткені онда бар болғаны 23 видео. Міне қараңыздар. Бірақ қаралымы 15 миллионнан асып кеткен. Ең қызығы бұл қаржы тақырыбындағы канал. Ал қаржы нишасының CPM-і YouTube'дағы ең жоғарғы нишалардың бірі. Ал енді мына статистикаға қараңыздар. Шынымды айтсам, бұндай нәтижені көргенде адам YouTube туралы ой өзгереді. Бұл каналда бар болған 23 видео бар. Қайта айтайын, 23 ғана видео. Жалпы қаралымы 15 миллионнан асып кеткен. Енді ойланып көріңіз. Көп адамдар бірнеше жыл бойы жүздеген видео шығарып жүр. Ал біреу небәрі 23 ғана видео. Осындай нәтижемен көрсетіп тұр. Неге? Өйткені ол YouTube'тың ең қымбат нишаларының бірін таңдаған. Қаржы нишасы неге осыншама қымбат? Бұл қаржы тақырыбындағы канал YouTube'да әр қаралым бірдей төленбейді. Мысалы, ойын туралы каналдың CPM-і бір басқа, көңіл көтеру тақырыбы басқа, ал қаржы, инвестиция, бизнес, несие, салық осындай тақырыптарда жарнаманың бағасы әлдеқайда жоғары. Себебі бұл аудиторияға банктер, инвестициялық платформалар, сақтандыру компаниялары қымбат жарнама сатып алады. Сондықтан 1 миллион қаралым алған қаржы каналы мен 1 миллион қаралым алған ойын каналының табысы бірдей болмайды. Ең қызығы не білесіз бе? Осы каналдың видеоларына қарасаңыз, ешқандай ерекше дүние жоқ. Шынымен, міне бір суретті қойып қояйын жерге ашып. Бір қарағанда осымен де миллиондаған қаралым жинауға бола ма деп қаласыз. Күрделі анимация жоқ, кино деңгейіндегі монтаж жоқ, бірақ күрделі нәрсе жоқ екен деп оңай деп ойламаңыз. Бұл жерде ең үлкен жұмыс сценарий. Қаржы тақырыбын қызық қылып түсіндіру. Міне ең қиын жері осы. Осындай каналда қазақша жасауға бола ма? Әрине болады. Тіпті менің ойымша қазір қазақ тілінде бұл бағытта бос орындар өте көп. Мысалы, неге бай адамдар байи береді? Несиені қалай дұрыс пайдалану керек? Қазақстандағы депозиттердің айырмашылығы қандай? ETF дегеніміз не? Инфляция ақшаңызды қалай ұрлап жатыр? Неге кей адамдар ақша жинай алмайды? Міне осындай тақырыптар, бірақ тағы да қайталаймын, тақырыптың өзі емес, ұсыну тәсілі маңызды. Осы жерде көп жазатын пікір, енді осы видеодан кейін міндетті түрде пікірлердің арасында бір адам болады. Ол былай жазады: Мұртаза, егер осыншама ақша табуға болатын болса, неге өзің дәл сондай канал ашпайсың? Я, шынымды айтсам, мұндай пікірді мен бұрында көп оқыдым. Сондықтан оған бірден жауап беріп кетейін. Біріншіден, сіз менің не істеп жүргенімді толық білмейсіз. Мүмкін жасап жүрген шығармын. Мүмкін басқа бағытта жұмыс істеп жүрген шығармын. Оны ешкім білмейді. Екіншіден, ең бастысы бұл емес. Мысалы, дәрігер адамға операция жасауды үйретеді. Бұл оның әр операцияны өзі жасауды керек екенді түсіндірмейді. Университеттегі профессор бизнес туралы сабақ береді саған. Бұл оның міндетті түрде миллиардер болу керек деген сөз емес. Сол сияқты. Мен сіздерге мүмкіндікті көрсетіп отырмын. Ал сол мүмкіндікті пайдаланбау ол сіздің шешіміңіз. Көп адамдардың ойлау жүйесі былай жұмыс істейді. Егер біреу бір нәрсені өзі істемесе, демек ол жұмыс істемейді. Бұл өте қауіпті ойлау жүйесі. Өйткені өмірде барлық нәрсені бір адам істей алмайды. Дәрігер де бола алмайсың, ұшқыш та бола алмайсың, бағдарламашы да бола алмайсың. YouTube'да дәл солай. Мүмкіндік көп, бірақ әр адам өзіне ұнайтын бағытты таңдайды. Сол себепті біреу тарих таңдайды, біреу қаржыны таңдайды, біреу ойындарды таңдайды, біреу жасанды интеллект тақырыбын таңдайды. Ең маңыздысы қай бағытта жұмыс істей алатыныңыз. Ал енді келесі каналға назар аударайық. Болмаса болмайтын каналдардың бірі. Бұл канал әсіресе тамақ тақырыбында контент жасап жүрген адамдарға қызық болады. Көп адамның жіберетін қатесі қандай? Барлығы бірдей нәрсені түсіреді. Палау, бешбармақ, қуырдақ, кәуап, күнде бірдей. Бірақ YouTube'да ерекше нәтиже көрсетіп жүрген каналдарға қарасаңыз, олар тар бағытты таңдайды. Мысалы, бір ғана десерт, бір ғана өнім, бір ғана ингредиент. Автор көрсеткен дәл осындай канал. Каналдың жасында, қаншасын көрейік, қанша жасында екен? 2025 5 мамырда ашылған. Бір жыл. Ал бір видеосының өзі миллиондаған қаралым жинаған. 3,9 миллион мысалға. Неге мұндай видеолар жүреді? Өйткені адамдар рецепт емес, нәтижені көреді. Обложканы ашады. Бір әдемі десертті көреді. Сосын бұны қалай жасаған деп басады. Тағы да қайталаймын, YouTube'да бірінші болып рецепт сатылмайды, қызығушылық сатылады. Егер адам баспаса, ешқандай рецепт көмектеспейді. Осы каналдан алатын сабақ көп адам кең нишаға кіреді. Ал YouTube керісінше тар нишаны жақсы көреді. Себебі алгоритм кімге ұсыну керек екенін оңай түсінеді. Сондықтан тамақ каналы емес, десерт каналы. Немесе тек шоколадтан жасалатын тағамдар. Немесе тек картоптан жасалатын рецепттер. Осындай тар нишалар әлде қайда тез өседі. Енді келесі канал ашып қояйын. Chloe with
history. Менің ойымша бүкіл видеодағы ең ерекше идеялардың бірі бұл автор тарихи оқиғаларды жай ғана айтып бермейді. Ол өзін сол оқиғаның ішіне кіргізіп баяндайды. Міне, мына жерде видеосын көрейік. Титаниктің ішінде жүрген сияқты. Менің ойымша дәл осы жерден кейін YouTube'да жасанды интеллектті қалай дұрыс пайдалану керектігін мүлде басқаша түсінесіз. Шынымды айтсам, мына идеяны көргенде, міне жасанды интеллектті осылай пайдалану керек екен деп ойладым өзім. Өйткені қазір көп адам жасанды интеллектті дұрыс қолданбайды. Бір сурет жасайды, бір дауысын қояды жасанды интеллекттің, сосын неге қаралым жоқ дейді. Ал мына канал жасанды интеллектті мүлде басқа мақсатта қолданып отыр. Канал не туралы? Каналдың тақырыбы тарих. Бірақ кәдімгі тарих емес, автор жай ғана 1912 жылғы Титаник мысалға суға батты деп айтып бермейді бұл жерде. Ол өзің кеменің ішіне кіргізеді. Бейнені көргенде сіз өзіңізді Титаник кемесінде жүргендей сезінесіз. Автор мен дәл қазір кеменің ішінде тұрмын дегендей әсер береді. Камераның бұрышы да сондай. Жасанды интеллект арқылы жасалған көріністер де сондай. Нәтижесінде құр ақпарат емес, толық атмосфера пайдалы болады. Неге осындай видеолар миллиондап қаралады? Өйткені адамдар ақпаратты емес, сезімді есте сақтайды. Мысалы, егер мен сізге Титаник ұзындығы 269 метр болған десем, бірнеше минуттан кейін ұмытып кетесіз оны. Ал егер мен елестетіңізші, сіз дәл қазір Титаниктің палубасында тұрсыз. Түн, айнала мұз, кенет алдыңыздан алып айсберг көрінді деп бастасам, сіз бірден оқиғаның ішіне кіріп кетесіз. Міне, storytelling деген осы. Көп адамның қателігі жасанды интеллектті мақсат деп ойлайды. Жоқ, жасанды интеллект ешқашан мақсат емес. Жасанды интеллект жай ғана құрал. Мысалы, балға сияқты. Балға мен жақсы үйде салуға болады, терезені де сындыруға болады. Жасанды интеллект те дәл солай. Сіз оны қалай қолданасыз, нәтиже соған байланысты. Осы форматты басқа нишаларға да қолдануға болады. Мысалы, футбол туралы канал ашқыңыз келді теліп, неге жай ғана Зидан осындай футболшы болған деп айтасыз? Неге көрерменді сол матчтың ішіне кіргізбеске? Елестетіңіз. Сіз дәл қазір 2026 жылғы Чемпиондар лигасының финалында отырсыз. Міне, бірден басқа әсер. Немесе Роналду туралы айтасыз. Қазір бір Мадридтің киім ауыстыратын бөлмесіндеміз деп бастауға болады. Немесе қазақ хандары туралы тарих каналына келсек. Дәл қазір біз Сарайшық қаласында тұрмыз. Алдымызда Қасым хан келе жатыр. Осындай атмосфера жасай аласыз. Міне, жасанды интеллекттің күші осы. Бұл форматты шексіз пайдалануға болады. Шын мәнінде бұл форматтың шегі жоқ. Тарих, спорт, ғылым, ғарыш, бизнес, кәсіпкерлердің өмірі, белгілі адамдардың оқиғалары барлығына қолдануға болады. Маңыздысы көрермен өзінің оқиғаның ішінде сезінуі керек. Қазір кейбір адамдар жасанды интеллект қолданса монетизация бермейді деп ойлайды. Тағы да қайталаймын. YouTube жасанды интеллекттен қорықпайды. YouTube сапасыз контенттен қорқады. Жасанды интеллект арқылы жасалған видео ешқандай құндылық бермесе, әрине ондай каналдың болашағы қиын. Ал егер жасанды интеллект тек құрал ретінде қолданылып, негізгі құндылықты сіз берсеңіз, ондай каналдың өсуіне ешқандай кедергі жоқ. Осындай каналдан алатын ең үлкен сабақ, осы каналдан мен бір ғана қорытынды шығардым. 2026 жылы YouTube'да жеңетін адамдар жасанды интеллектті қолданбайтын адамдар емес, жасанды интеллектті басқалардан дұрыс қолданатын адамдар. Айырмашылық дәл осы жерде. Осындай каналдарды қалай көбейтіп табуға болады? Енді көп адамның басында сұрақ туындауы мүмкін, жарайды. Осындай бірнеше каналдарды тап делік. Ал енді осындай тағы жүздеген каналды қайдан табамыз? Шын мәнінде бұл өте оңай. Мен дәл осы каналды қалай таптым? Енді YouTube'тың іздеу жолағы, поиск, мынау жер бізге көмектеседі осы жерге. Осы жерге видеоның атауын жіберем, ұсынылған видеоларды қараймын. Бір каналдың артынан тағы 10 канал шығады. Сосын тағы 10, сосын тағы 10. Осылайша бір күннің ішінде жүздеген идея жинауға болады. Менің ойымша көп адам идея жоқ деп емес, іздеуді білмегендіктен тоқтап қалады. Ал идеяның өзі YouTube'тың ішінде толып тұр. Тек оны дұрыс іздей білу керек. Осындай каналдарды қалай көп табуға болады? Осы уақытқа дейін бірнеше түрлі нишаны көрдік. Біреуі тарих, біреуі әскери техника, біреуі қаржы, біреуі қолөнер, біреуі табиғат, біреуі жасанды интеллект арқылы жасалған тарихи оқиғалар. Енді көп адам былай ойлауы мүмкін. Жарайды, осының бәрін қайдан тауып жүрсіз? Шынын айтайын, көп адам ойлағандай бұл қиын емес. Бірақ көпшілік дұрыс іздемейді. Мысалы, сізде бір канал ұнады делік. Мысалы, не істейсіз? Мынаның видеосының атын ашасыз. Мысалы, осының видеоның атын ашасыз да осы жерге поиск жасайсыз. Міне, енді дәл жерде тек бір ғана канал емес, міне басқа каналдар да шығады. Мысалы, мынау шықты, басқа канал. Дәл өйстіп бірнеше каналдар тауып аласыз, дәл осындай идеямен. Міне, барлығы дайын. Мысалы, енді идея таппай жүрмін деп жазады. Шынымды айтайын, мәселе идеяның жоқтығында емес, мәселе іздеудің дұрыс әдісін білмеуде. YouTube'тың ішінде дайын идея өте көп. Тек оларды көре білу керек. Көп адам өзіне өзі қиындық жасайды. Тағы бір нәрсені байқаймын, маған жиі мынадай сұрақ келеді. Басқаның видеосын көшірсем бола ма? Толық жасанды интеллект дауысымен жасасам бола ма? Мына видеоны жүктеп, аздап өзгертіп қайта салсам бола ма? Менің бір ғана сұрағым бар.
Неге дәл сондай қалыпты жолды таңдайсыз? Бүгінгі видеода мен сіздерге қанша түрлі ниша көрсеттім. Барлығы таза, барлығы заңды, барлығының монетизациясы ашық, барлығы қаралым жинап жатыр. Онда неге тәуекелі жоғары жол таңдау керексіз? Неге дайын видеоны көшіріп, кейін авторлық құқықпен күресу керексіз? Неге робот сияқты жасанды интеллект дауысын қосып, кейін монетизациядан айырылу қаупін көтеру керексіз? Бұның ешқандай қажеті жоқ. Жеңіл жолды іздемеңіз. Мен бір нәрсені көп байқаймын. Адамдар ең оңай жолды іздейді. Бірақ YouTube'да ең оңай жол көп жағдайда ең қауіпті жол болады. Өйткені оны мыңдаған адам істеп қойған. Ал ең қауіпсіз жол қандай? Өз идеяңды жасау, басқаның форматын үйрену, бірақ өзіңнің құндылығыңды қосу. Міне осы ұзақ уақыт жұмыс істейді. Бүгінгі видеодан не түсіну керек? Егер осы видеодан кейін бір ғана нәрсе есіңізде сақтасаңыз, ол мынау болсын. YouTube'да ақша табу үшін міндетті түрде ерекше идея ойлап табудың қажеті жоқ. Бірақ ерекше орындау керек. Айырмашылық дәл осы жерде. Бір идеяны 100 адам жасайды, бірақ сол 100 адамның біреуі ғана миллион қаралым жинайды. Неге? Өйткені ол басқалардан жақсырақ жеткізеді. Басқаны көшірмеңіз. Қазір өзімнің видеомды қойып алайын, осы аяқ жағына келдік қазір. Басқаны көшірмеңіз. Басқаның ойын ұрламаңыз. Басқаның стилін ұрламаңыз. Басқаның видеосын қайта жүктемеңіз. Бірақ неге ол видео жұмыс істемегенін міндетті түрде зерттеңіз. Өйткені YouTube'да ең үлкен мектеп YouTube'тың өзі. Қазір бастайтын уақыт. Мен сіздерге бүгін ондаған нишаны көрсеттім. Әрқайсының потенциалы бар. Енді тағы 6 ай бойы қандай нишаны таңдаймын деп жүрсеңіз, ештеңе өзгермейді. Ең бірінші видеоңыз шықпайынша YouTube сізге ешқандай жауап бермейді, өйткені барлық жауап практикада. Соңғы кеңесім, мен сіздерге әрдайым бір нәрсені айтамын. Бірінші видеоны мінсіз жасауға тырыспаңыз. Бірінші видеоны жай ғана шығарыңыз. Екінші видеоңыз одан да жақсы болады. Үшіншісі одан да жақсы болады. 100-ші видеоға келген кезде бүгінгі өзіңізге күлесіз. Өйткені сол кезде қаншалықты өскеніңізді көресіз. Сонымен достар, бүгін біз бірге YouTube'да нақты ақша тауып жүрген бірнеше түрлі нишаны талдадық. Бірақ бұл видеодағы мақсат дәл сол каналдарды көшіріп алу емес. Солардың қалай ойлайтынын түсіну. Неге олар өсіп жатыр? Неге адамдар қарайды? Неге YouTube ұсынып жатыр? Міне осы сұрақтарға жауап тапсаңыз, сіз кез келген нишада өсесіз. Егер видео пайдалы болса, лайк басыңыз, пікірге бүгінгі көрсетілген нишалардың қайсысын бастап көрер едіңіз, жазыңыз. Мүмкін бүгінгі видео сіздің болашақ YouTube арнаңыздың бастамасы болатын шығар. Келесі видеода кездескенше, Мәке Блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.